қайда таксиңді шақырдың ба? Шақырдым ғой, мен тұр ғой. Неге бір нормальный машина шақырмайсың сен? Комфорт шақырмайсың ба адамға? Ой, класстасым ғой, тегін апарып алып келеді ғой. Тегін ба? Иә. Бопты да жүр. Қайда білейін ба? Ей, амандасай, жеңшем ғой. Ой, қалайсың айналайын бала? Ой, айналайын, класстасың. Кәдімгі үп-үлкен жігіт болып кетті. Молодец, айналайын бар ғой. Машинаң күшті екен. Құтты болсын. Рахмет. Қанша қалдың? 1 миллион болды ғой. 1 миллион қалдың ба? 1 миллион болды, иә. Көрдің ба? Балаларым 1 миллионға машина алып, ақша істеп жүр, таксовать етеді. Сен болсаң анау адамды қарызға кіргізіп машина алып алдың. Зато ол жеңше Камри ғой. Камри болса кетейін. Өзіміздің не ғой. Жүр ба, кондиционер жоқ па? Тез-тез болсаңызшы, үйге барайық та. Ішікті, обедіміз ішікті, қарымыз ашып кетті ғой. Сендер осы өздерің қолдарың жоқ па? Сенің өзіңнің қолың жоқ болса тамақ істейтін, Бар ма? Ағаң мені алмағанда не істейтін егі сен? Не істейтін ең? Аштан өлетін бедіңдер? Әулеттеріңе қырылып қалатын беңдер? Осы менің шешем немене қайнысына тамақ істеп берсін деп, соған бола туып па мені? Деп, кеше Мұханның жеңшесі жаман ұрсыпты ол Мұханға. Мұған жеңшесі ма? Иә, кешені мусор төкпегенде ұрысқан ғой. Сен мусор төктің ба? Мен маған айтып жатыр ма деп қорқып кеттім ба? Оғы, кеше Мұханды айтып жатыр. Жеңше, бұдан кейін бүйтейікші. Біреудің айтқанын айтпай ақ қойықшы. Айтпай жүре берейікші. Бұрын бақытты өмір сүріп жүрдік қой біз. Сол, вообще айтпай ақ қойып. Иә, бетке айтқан еще жаман екен. Иә, айтпай ақ қойып. Бетке айтқаннан дым шықпайды екен, Айтпай ақ қойсын. Ойбай, мынаны қара. Тур үйдегі үлкен абысым бар ғой. Содан айнымайды, қарасай. Тұрсын қара. Қарасай сол сияқты дәу. Түйе дейді, түйе құс дейді, түйе құс қой. Міне, мынау тура қайнағам ғой. Қарасай міне. Не үшін? Енді не үшін? Ішет, жет, жатады. Ертең қыста жатады ғой, аюлар білесің бе? Саусағын сорып, жатады ертең сөйтіп. Дәліне көшек емес пе? Ертең жол қыс дейді да жабылады да рейске шығамай қалады. Ойбай, мынау біздің келін ғой, тура жатсын қарашы, тур сол сияқты. Келінге не қатысы бар ол қасқырдың? Біздің келін өткенде көрдің ғой, жаңада түскен келін. Пысық қой. Енді пысық деп айтсам емес пе, қасқыр демей? Ондайларды қасқыр дейді. Қасқыр сияқты дейді, білесің бе? Жеңше, мен сіз таптым. Жеңше, не алдыңыз маған? Сонша күшті алдым. Күшті сыйлық. Қуанасың бар ғой, Әли. Қатты қуанасың. Нағырыш екеумізге 2 мотоцикл алдым. Қайсысы? Мынау маған ба? Жоқ, мынау саған. Мынау маған ғой, нағырсай. Нағып үштесіз? Бір маған әдем сынасаңыз болмай ма? Екеу бірдей ғой. Тек мынаның бар ғой, мынау мен айран сүт салам, баламен жүрем ғой, білесің ғой. Қарындасыммен жүрем. Осы 2 адам сияды. Сен не? Бойдақсың ғой, бір өзің. Жүгіп бар. Мерей не істейді ал? Ой, Мерей деген жап-жас жігіт емес па? Мынаның скорысынан Мерейдің скорысы мықты негізі. Қасында жүгіріп жүріп түсіре береді, ештеңесі жоқ. Керемет кеш болды, рахмет сізге. Рахмет сізге. Сіздерге де рахмет, Алла риза болсын. Бірақ менің бір сұрағым бар еді. Мынау сізге. Ой, рахмет сізге. Рахмет. Сіз сонда кім болдыңыз? Кім болғаныңыз? Танымадыңыз ба бізді? Сіз Анар емессіз ба? Иә. 30 жас. Иә. Мынау Макдональдс. Макдональдс ба? Жоқ, мына Мадонна рестораны. Мадонна ма, кешіріңіз онда. Біз қателескен. Иә. Кореяға дей ма? Ойбай, Корея деген, бір шет емес па? Қазақстанның іші емес, қойып жіберме қайныңды. Қызық па деймін? Ертең барып аласыңдар жұмысқа, содан кейін ол байып кетсе деп ұмыт. Аяғы тайып кетсе не боласың? Қой жіберме, болмайды. Ой, айналайын ау, өзге не дейді, елде сұлтан болғанша өз елінде ұлтан болды, бекер айтпайды ғой. Сол есіктің алдында тапқан бір 5-10 теңгесі тауып отыра берсін да? Жіберме. Иә, қазір ондай заман емес. Давай, жақсы. Али, бергеш. Документтерін жыңдашы, Кореяға барасың жұмысқа. Ойбай, жаңағын кімге айтып аттыңыз? Аяғы тайып кетсе бәле ғой дедіңіз. Ой, тайып кетсе деп оларға айтып жатырмын. Олар байып кетсе не боласың ертең? Отырамыз сосын көзіміз мөлиіп. Тез документің жинап миллиондап тауып жатыр дейді Кореядағылар. Барасың. Барам, байым, қайтам басында? Я да. Не істейсің басқа? Қай жерге барады оған, соңға бара ба? Білмеймін, қазір тоқтай тұршы, звондап білейін. Берген. Қалай сізді әрең таптым ғой? Саяхатқа барам, таппайым. Қағаз оқып кеттіңіздер? Карантин ғой, жауып тастадық бәріміз. Үйде қазір онлайн өстіп ашып отыр. Тапқан қуған тұрмын. Алда не болатынын айтып беріңізші. Айтам қазір. Карантин қашан бітеді? Карантин мынау март
Апрель, май, июнь. Марттың 16-сынан июньнің 1-іне дейін карантин. Жабық. Оны білеміз ғой, өтіп қойды ғой ол. Өтіп кетті ғой. Алда айтсаңшы, алда не болады? Алда не болатынын біз де білмей отырмыз қазір. Айтамай отырмыз. Оны бұрын айта берсеңіз ғой, алда не болатынын. Бұрынғы заман өтті ғой балам. Қазіргі заманда не болатынын білмей қалдық. Көппен бірге көреміз. Ой, елдің бәрі сөйтіп айтып жүр ғой, көппен бірге көреміз де. Бір қызық нәрсе айтама деп жатсам. Это же вчера ремонт хотела, да. Давайте это после оставим. У нас сейчас дома все рот закрытый. Нет, не закрытый вот этот. Ой, бойкот, голодовка дейсіз. У нас голодовка, бойкот идет. Не митинг, вы что, просто это же... Есть же у нас, мы 5 утра кушаем, потом... А вы знаете, да, Ураза? Ну вот я же от Ураза вот это... Все, спасибо, кабыл болсын. Давайте. Ой, кімге не түсіндіре алмайсыз? Ой, ана кеше ремонт жасайтын бригада ғой. Бәрі орыстар екен, соларға давай Оразадан кейін істейміз. Қазір аузымыз берік деп соны айтамай айтсам, олар Оразаны біледі екен, өзің ойлашы. Ой, соған да таңғаласыз ба? Оразаны бүкіл әлем біледі ғой қазір. Али, мен қарным ашып кетті, кішкене уақыт бар, тамақ заказы бере болайыншы. Так, қарындас, салат из копченой семгой дейді. Мен бұны өмір жемегем, 3,5 мың тұрады екен. Сосын кейін первыйға суп, второйға стейк из семги, 4,5 теңге тұрады екен. И чайник, чай, потом лимонад, кола и сэндвич, потом... С собой еще 2 порции стейк. Хорошо? Спасибо. Ой, бір тойып қалдық қой. Сен ештеңе жемедің ғой. Қыздар шөп бересіңдер. Беріңіз, қаншаға жеп тастадыңыз, көрейін. Ой, жана. 25 мыңға жеп тастағансыз ба не? Сосын не, собойды алып ал. Одан кейін қыздар 234-ші бөлмеге жазасаңдар, 234. Ойбай, 234-ші бөлме, жеңшен бөлмесі емес пе? Жеңшен ұнай ма сізге? Алыңыз сосына. Маған 59 мың теңге беріңізші. Қойшы, немес сатып отырсың ба маған? Жоқ, сатып отырған жоқпын. Мұнан барып оқып алмайын ба мен? Сосын барып үйреніп алам да сізге құйып беріп жүрмін. Мына 59 мың теңге, мына қайдан алатынын, станогын қалай құятынын, қай жақтан алып, қай жақтан құйып, қалай жасайтынын бәрін үйретеді сол 59 мың теңге. Еще инстаграммен қалай сату керек екенін үйретеді маған. Беріңізші 59 мың теңге. 20 адам жазылады, қазір үлгере алмай қалам, беріңізші. Жоқ, онда бұны қайтып сатасың сен, бүйтіп көп қой қазір. Ой, мысалы, анашым, жәннатым, анасынан ақша аяй ма, мысалы, адамдар? Мысалы, сіз аяйсыз ба? Жоқ, аяймын. Онда алыңызшы наны. Деп, үйсіп сатып жіберем ғой, болды ғой. Бір айды, көрдіңіз ба? Сен сонда бір ай жатып оқисың да, осы жақта қаласың ба? Жоқ, онлайн ғой, жеңше. Үйде жатып оқимын ғой. Көзіме күйік болам десе, күніге. Күйік болмаймын ғой, оқып атам ғой, сізге мешат етпеймін, беріңізші десе жазылайын. Ау жігіт болайсыз асықпаңыз, жем сезімнен әлі қашықтамыз.